Қарабалы ауылы. Алакөлге бара жатқанда жолда Ұржардан кейін қазір Мақаншыға дейін жол осындай. Таза жол. Мінеке Мақаншыдан асқаннан кейін, біраз жүргеннен кейін мінеке оңға жол болады. Мінеке Алакөл деген стрелка көрсетеді. Содан кейін оңға бұрыласыз. Ары қарай Алакөл Жарбұлақ ауылы. Былай қарай бақты кетеді. Сіздер оңға бұрыласыздар. Ары қарай да жол жақсы. Жаңағындай жол емес, бірақ жақсы жол. Біз мінеке және Мақаншыдан өткеннен кейін, біраз жүргеннен кейін оң жағыңызды ұстасаңыздар, оң жаққа міне Алакөлге қарай. Былай қарай кетеміз. Қабанбай Жарбұлақ ауылы, осы жақта Алакөл. Енді Алакөл дегенде екі жағы бар Алакөлдің. Бірі Алматы, Талдықорған, Үшарал жағынан келеді. Енді бірі Талдықорғаннан өтіп, яғни Таскескен, Үржар, Мақаншы, Жарбұлақ жағынан, шығыс жағынан келуге болады. Негізінен шығыс жағы Алыстау болады, бірақ десе де ең пайдалы, ең тұзды әрине шығыс жағы. Сондықтан шығыс жағынан адамдардың көбі Талдықорған, Үшарал жағынан, шығыс жағынан келеді. Жолға келетін болсақ, мен Нұр-Сұлтан қаласынан шықтым. Қазір жаз айы. Егер Нұр-Сұлтан қаласынан ертерек Алакөлге баратын болсаңыздар, ертерек жоспарлау керек. Билеттер болады, самолет, тікелей ұшақ Нұр-Сұлтан қаласынан Ұржар ауданына дейін ұшақ бар. Билет бағалары енді мен нақты білмеймін, мөлшермен 19-21 мың аралығында егер ертерек алсаңыздар. Әрине қазір шілде айы, сондықтан билет жоқ. Ал пойызбен келетін болсаңыздар, Нұр-Сұлтан қаласынан бірден Аягөз ауданы, Аягөз қаласына дейін пойыз бар. Бір күн 24 сағат жүреді, мөлшермен билет бағасы 5-6 мың теңге. Ал Аягөзге жетіп алсаңыздар, Аягөзден автобустар бар, ағылып жатыр, және таксилер бар. Егер ұшақпен Нұр-Сұлтан қаласынан Ұржар ауданына келсеңіздер де, дәл сондай автобустарда, таксилерде көп. Ал Аягөзден таксилер мөлшермен бағалары қателеспесем 5 мың теңге. Нұр-Сұлтан қаласынан егер көлігіңмен шықсаңыздар, Нұр-Сұлтан қаласынан Семей қаласына дейін көлік жол өте жақсы, бетон жол жаңадан жасалған. Ал Семей қаласынан көлге дейін келсеңіздер, Семей қаласынан Аягөзге дейін жол қатты жақсы деп айта алмаймын, жаман жолдар бар, жетуге болады. Ал Аягөзден Таскескенге дейін жол өте нашар. Ал Таскескен ауылынан көлге дейін жол жақсы. Ал егер Алматы бағытынан шығатын болсаңыздар, көлге тікелей самолетта бар, ұшақта бар, және автобустарда өте жиі шығады. Мақаншыға дейін, Ұржарға дейін автобустар жүріп жатыр. Бірақ өз көлігіңізбен шықсаңыз, жол жасалу үстінде, жолдар өте нашар. Ал біз Алакөлге ары қарай кеттік. Қазір Алакөлге барған соң ол жақтың да тыныс-тіршілігімен таныстыратын боламын. Мінеке Қарабұлақ ауылынан өттік, қазір Жарбұлақ ауылына жақындап қалдық. Міне көл, оң жағымызда көл жатыр. Көл. Міне Алакөлге кіріп келе жатырмыз. Осылай жасалған. Алакөлге келдік. Ане қара, ой, ане көл. Ол да кеп. Мынаның барлығы жататын қонақ үйлер. Біз Алакөлге жеттік, орналастық. Бұнда енді жататын орындар әртүрлі. 3 мыңнан басталады. Мүмкін 2 мыңдық та бар шығар. Енді біздің келгеніміз жағажай деп аталады. Бұл енді бағасы бір адамға 7,5 мың, 3 уақыт тамағымен, көлдің тура жанында жақын болғандықтан біз осы жағажайды таңдадық, жағажайды алдық. Енді орындарын көрсете кетейік. Міне кірген кезде ағаштан жасалған бірнеше бөлме бар. Іші салқын, кондиционер барлығы бар. Бөлменің іші жалпы мынандай.
Ол екеуін он может жіберсіз. Міне көлдің жағасы. Адам өте көп. Қазір шілде айында. Міне жағасынан да орын табу өте қиын. Мынау енді аяққа, денеге жағатын балшықтар. Бөтелкесі қанша теңге екен? Ана балшықтың бөтелкесі қанша теңге? 250 теңге. 1 литрлік па? 1 литр 500, кішкентай 200. Мінекей. 1 литр 500, кішкентайы. Яғни жарты литрі 250 теңге. Бұл енді шипалы. Аяқ тақсағынға, басқаға жағат денеге. Жағалай адамдар. Немене ана қара мен ақтың не айырмашылығы бар? Қара ана бетке. А? Қара, ой, ақ бетке. Ақ бетке? А қараш? Не айырмашылығы бар оның сонда? Бетке пайдалы ма? Бетті жұмсартады ғой. Мынау литр ма? Иә. Қанша тұрады бұл? 400. 400? Бұл қара балшық, иә? Ал ана... Қара балшық денеге қақсаған жерге сондаған. Оң қандай гарантия кепілдік бере аласыңдар? Сендер ана жерден барып қазып әкеле салатын шығарсыңдар, жай балшық. Қазбаймыз аға. Судың астынан аламыз. Қай жақтан судың астынан аласыңдар? Ана декептің арғы жағынан. Неше шақырым, неше километр ол? 3 километр. Соған жаяу барып алып келесіңдер ме? Судың астынан барып қазасыңдар ма? Судың астында өзі арнайы тұрады. Өзіңіз есін көрін сасық болса ем. Ол сасық болу керек па? Жоқ болмайды. Неменеге пайдалы ол? Қақсағанға неге пайдалы? Денеге қақсаған жерге буынға сондайға. Сондайға пайдалы, иә? Сен неше оқисың? 7 оқимын мен. Жарбұлақта оқисың ба? Қарабұлақта. Қарабұлақта оқисың, иә? Осы жаққа келіп жұмыс істеп жүрсің ба сонда? Қанша теңге табасың күніне? Күніне 4.000. 4.000 теңге табасың, иә? Молодец. Иісін көрсетші ана, сасық болса көрейік. Гарантия ма, сол жақтан өзің барып әкелдің ба? Көріңіз. Мынау 400 теңге тұрады, 1 литр. Ал жарты литр қанша тұрады? 800. Сасық екен. Сасық екен. Екеуің бірге барып әкелдіңдер ма? Ақ балшық жоқ па? Ол иіс жоқ. О да иіс болмайды, иә? Ақ балшықта сол жерден әкелесіңдер ма? Жоқ. Ол арғы жақ. Ол қай жақтан әкелесіңдер? Ана бұғазыға кіре бергенде сол жаққа жарып тұрады. Жардан өзіңіз қазып аласыз. Сол жерден. Жапса бойы. Рахмет. Қаншадан мынау? Сағат 3000, е? Аяқпен айландыратын ғой, е? Сағат 3000 дейді. Біз Алакөлдің ортасындамыз. Катамаранмен келе жатырмыз. Мына катамаран жарты сағаты 1000 теңге. Алдық, судың ортасына келдік. Судың ортасына емес, қалай жағалаудан келдік. Мынау Жоңғаралар тауы, жаңа айтқан Шарал жақты сол жақтан келеді. Мынау біздің баратын арал. Алакөлдің ортасында.